Жетіген. Жасалуы да, ойналу әдіс-тәсілде өте күрделі аспап. Ертеректе ел арасында сақталған көне жетігеннің шегі аттың қылынан тағылып, тиектің орнына асықтар пайдаланатын болған. Аспаптық құлақ күйі осы асықтарды әрлі-берлі жылжыту арқылы келтірілген. Ішек сандары жетеу болғандықтан, аспап жетіген аталған. Кезінде Болат Сарбаев атамыз қаншама фольклорлық аспаптарымызды ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп жалғастырып кетті. Соның бірі ішінде осы жетіген аспабы. Жалпы инструмент туралы айтатын болсақ, бұрын бұл инструмент бір жеті шекті инструмент болған сияқты. Себебі енді қанша шек болған білмейді, өйткені оны археологтар жер астынан қазып алғаннан кейін шектері сақталмаған әрине, бірақ өзінің пішіні шынағы сау болып қалатын. Соған қарап, енді ондай аспап жаңалық емес, жалпы евразиялық континентте ол кеңінен тараған аспап. Қытайдың традициялық музыкасы негізін құрады, және Кореяның каягын дейтін аспабы бар, бірдей түрі пішімі де. Электр жетіген бұл қарапайым жетігенге қарағанда теміршектен, яғни және де звукосниматель дейді, дыбыс қабылдағыш аппараттардан қосындысынан құралған аспап десек болады. Жалпы тәжірибемізден алдаспанның ұйымдастыру өткеннен кейін осы бағытта ары қарай ойымызды дамытқымыз келді де, тек домбыра емес, басқа да шегі бар аспаптар жетіп жатыр осы түркі елдерде. Енді қазақтарды алатын болсақ, көзге түсер екінші аспап жетіген болып көрінді. Сол жетігенді электрикалық түрінде нұсқасында шығарамыз келді. Себебі оған да бір бөлек топ құрса, өте бір дыбысы, жалпы сол топтың құрамы жақсы үйлесіп кететін сияқты болып көрінді. Нұржан Тойшы осы электр жетігенді жасайым деген алғашқы ұсыныс тастағанда, мен қасында болып, ол кісіге жаңа бір ұсыныс тастадым. Электр жетігенге қосымша гитараның грифін, мойнын қосуды ұсындым. Әлемде гитаристер гитараны кәдімгі ойнамай қойып, тек жетіген сияқты жатқызып ойнаған гитаристер бар. Мысалы, марқұм болған атақты гитарист Джефф Хилли деген. Сол кісі гитараны жатқызып, өзінің неше түрлі шеберлікпен ол басқаша ойынмен әлемге танымал болып, соның шеберлігін көрсеткен. Сондықтан біздің Шарапат тобындағы Рафқат бұндай ойынға, бұндай жаңа аспаптың одан арман жетілуіне үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Жалпы Шарапатта электро-ритм соло домбыра, бас электродомбыра, ұрмалы ударник дейді. Одан кейін төртінші сол жетіген болсын деген идея түскен. Сөйтіп Шамрай студиямен біздің серіктестерімізбен сол аспапты шығардық 3 айдың ішінде. Электр жетіген аспабын қолыма ұстағалы көптеген қиындықтарға соқты. Оның үстіне бір жағынан қызық та болды, өйткені бұл әлемдік деңгейде ең алғаш аспап болғандықтан қызығы мен қиыншылығы да бірге болды. Осы 2014 жылы алғашқы үлкен сахнаға шығып, халықаралық фестивальге қатыстырды. Оған Тенгри FM-нің меңгерушілеріне үлкен алғыс айтқымыз келеді. Spirit of Tengri'дің продюсері Жан Кастеевке ерекше рахметімізді айтқымыз келеді. Сол аспапқа сеніп, сол топқа сеніп, болашағы бар деп, ол кісілер оған көп қолдау көрсетті. Бұл аспаптың мүмкіншілігі көп екеніне көзім жетті. Және де қызығушылық танытып жатқан адамдар көп. Шеберлігін барлығын көрсетсе деген тілегіміз бар, ниетіміз бар, күтеміз соны. Осы электр жетіген, яғни Шарапат тобының әндері, музыкасы, электр жетігенде шыққан музыка бүкіл халыққа, осы қазағымыздың жастарына, келешек болашаққа қатты ұнайды деп сенемін. Және де болашақта осы электр жетіген кеңінен таралып, кеңінен қолданысқа ие болады деген сенімдемін. Бұл аспаптың болашағы зор екеніне мен сенемін.